Бәріңізге қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы ерекше, ыстық суда пісіруге болатын, сырты қытырлақ болып тұратын, іші жұп-жұмсақ, ерекше нанның жасалу әдісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріңізге ұнары анық. Осы нанның құрамына кететін заттарын және граммдарын барлығын осы видеоның астына описание бөліміне қалдырып кетемін. Бірінші, қамырын дайындау үшін біз апурасын дайындап аламыз. Жылы суымызды ыдысымызға құйып, үстіне біраз қасық қантымызды салып, біраз қасық ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. 10 минуттың ішінде беті осындай көпіршік болады. Енді осы қоспамыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып, алдын ала елекшені өткізіп қойған ұнымызды аз-аздан салып отырып, араластырып отырып, жайлап қосып отырамыз. Мен бұл жерде жоғары сұрыпты гранула ұнын қолдандым. Бірінші қасықпен араластырамыз, содан кейін қолымызбен илейміз. Ұнымыздың барлығын салғаннан кейін қолымызбен қамырды жақсылап илейміз. Бұл қамыр бізде жұп-жұмсақ әрі жақсы болып көтерілетін болады. Барлығын жақсылап илеп алғаннан кейін бізге жұмыс жасаған кезде ыңғайлы болуы үшін және қолымызға жабыспас үшін, жақсы көтерілуі үшін бетіне және астына сұйық майымызды жағамыз. Барлығын жақсылап жаққаннан кейін сұйық майды бетін жауып 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз міне көтерілді, мен 1 сағатқа қойдым. Енді осы қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Сіздер барлығы бірде болған қаласаңыздар, граммен өлшеп алсаңыздар болады. Мен көзім өлшермен өлшедім. 4-ке бөлгеннен кейін бір-бірін жабыстырып, осылай өз формасына келтіріп, барлығын дайындаймыз. Бізде осындай 4 бөлігі шықты. Қамырымызды дайындағанға дейін алдын ала суымызды қайнатып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін 2 данадан ыстық суымызға саламыз. Нанымызды суға салғаннан кейін екінші жағына ауыстырамыз. Екі жағында бірдей уақытта ұстаймыз. Суда нанымызды тек 1 минут, 1,5 минут қана ұстаймыз, одан көп уақытқа қоймаймыз. Болғаннан кейін сүзіп аламыз. Дайын болғаннан кейін үстін осылай өткір пышақпенен екі жағынан кесеміз. Сүзіп алғаннан кейін бірден протеиніңізге пергаментіне бумага жайып, бірден орналастырсаңыз болады. Нанымыздың үстіне күнжутты және макты сеуіп шығамыз. Сізде болса қара күнжут сепсеңіз де болады. Барлығын протеиніңізге орналастырамыз. Сіз сүзіп алғаннан кейін протеинге сразу орналастырсаңыз болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Нанымыз дайын болды. Бетіне жұмыртқа жақпасақ та осындай өзі сап-сары болып піседі. Көріп тұрғаныңыздай, міне осындай жұп-жұмсақ, іші піскен және іші үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алда тағы да рецепттер шығарамын.